Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін періштелерге иман, жалпы періште деген кім? Ол неден жаратылған? Олардың атқаратын қызметтері қандай? Осыған тоқталатын боламыз. Адамның негізгі иман келтіруі керек болған дүниелер бар. Міне осыған егер адам біреуіне иман келтірмейтін болса, онда ол адамның иманы кәміл болмайды екен. Сол үшін әу бастан енді намаз оқып бастаған немесе яки жаңадан иманға келген адамға «Әмәнту биллахи» мен Аллаға иман еттім, «Ва малаикатихи» оның періштелеріне, «Ва кутубихи» оның кітаптарына, «Ва русулихи» және оның пайғамбарларына, «Ва бил қадари» оның тағдырына, «Ва хайрихи шаррихи мин Аллахи та'ала» және жақсылық пен жамандықта Алла тағаладан деп білу. Міне осылардың барлығына иман келтіру бізге міндет болып есептеледі екен. Осылардың ішіндегі періштелер. Періштелер бұлар Алла тағаланың жаратқан ерекше жаратылыстары. Бұларды Алла тағала нұрдан жаратқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде Алла тағала періштелерді мөлдір нұрдан жаратты. Ал жындарды түтін араласқан отсыз будан жаратты. Ал енді сендерде болатын болса, Алла тағала Құранда өзі айтқандай қасиетті топырақтан жаратты деген екен. Міне осы бір жаратылыстың ерекшелігін біз осы жерден байқайды екенбіз. Олар сондай ерекше жаратылыс, Алла тағала оларды нұрдан жаратқан екен. Және олардың екінші бір өздеріне тән сипаттары бұл олар еркек немесе әйел болып бөлінбейді. Кәдімгі адамдар мен жындар секілді әйел еркек болып бөлінбейді. Олар Құранда жаңағыдай қолданған кезде Алла тағала мына ер кісіге қолданылатын етістікпен қолданады, бірақ ол жерде оны кісілердің ол жаратылыстың еркек екендігін білдірмейді екен осы нәрсе. Бірақ та бір адам егер періштенің еркегі немесе жағдай ұрғашысы болады дейтін болатын болса, онда оның адамның иманына нұқсан келеді екен. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені алғаннан кейін фатх қылған күні Кағбаның ішіне кірген кезде әртүрлі жаңағы періштелердің суреттерін салып тастаған, мүсіндерін салып тастаған. Сонда Алла тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қарап тұрып, қараш, адасушылық адамға не істетпейді? Мыналардың ойдан жасаған нәрселеріне қараңдаршы деп, тіпті періштелердің бұндай нәрселерден пәк ада екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тілге тиек етті. Одан кейін періштелердің тағы бір ерекшелігі, олар ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Бұны біз Ибрахим алейхиссаламға жіберген Алла тағаланың екі періштесі туралы білеміз. Ибрахим алейхиссаламға екі періште кірген кезде Ибрахим алейхиссалам қош келдіңдер, Алланың есендігі болсын деп сәлем беріп, келіңдер бөгде қауым деп айтқаннан кейін Ибрахим алейхиссалам дереу барып бір бұзауды жаңағы қақтап қуырып алып келіп алдарына қойған кезде олардың жемегендігін көреді. Міне сол кезде барып Ибрахим алейхиссалам бұлардың адам емес, яғни басқа жаратылыс екен осы жерден байқаған екен. Және бұл періштелердің кез келген көркем, әдемі бір бейнеге кіре алатындығы, яғни жеркенішті яки болмаса бір адам шошитындай бейнеге кірмейді екен. Өйткені біз білеміз, жалпы Құранның аяттарында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде Мариям анамызға, Ибрахим алейхиссаламға, Лут алейхиссаламға, Закария алейхиссаламға бұл періштелер адам кейпінде келіп, олармен кәдімгідей сөйлескендігі туралы риуаяттарда айтылады. Періштелердің тағы да бір өздеріне тән сипаттарының біреусі, олар күнә жасамайды. Және Аллаға қарсы келмейді, пәк, кіршіксіз болады екен. Алла тағала Құранда айтқандай, оларға тек қана Алла бұйырған нәрселер жасайды, және Аллаға еш уақытта қарсы келмейді дейді. Біз енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінен, жалпы Құранның аяттарынан бұл періштелердің қандай қызмет атқаратындығы негізгі үлкен 4 періште бар. Оның біріншісі Жибрил алейхиссалам, яғни уахи алып келуші періште. Екінші Микаил алейхиссалам, бұл мынау табиғаттағы желдің есуі,
жаңбырдың, қардың жауы, жерден егістіктің шығуы, осы құбылыстарға міндеттелінген періште. Одан кейін жаңағы Исрафил алейхиссалам бұл қияметтің, Алла тағаланың алдында есепке тұратын кезде, қияметтің болатын уақытысында үлкен сұр дейтін бір аспапты үрлейді. Міне соған міндеттелінген жауапты періште бұл Исрафил алейхиссалам. Және одан кейінгі соңғысы біздің жаңағы Әзірейіл деп айтып жүрген негізінде Мәләкәл маут, яғни жан алғыш періште, осылай төртке бөлінеді екен. Негізгі періштелер бол. Одан кейін Алла тағалаға жақын періште бар, киромен катибин, яғни адамдардың жақсы жаман амалдарын жазып тұратын періштелер бар. Алла тағаланың аршын көтеретін періште бар. Тозақтың сақшысы дейді, яғни егесі, ол періштелер бар. Осылайша періштелер әр түрлі өздеріне белгіленген, міндеттелінген функцияларды атқарады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде айтады: егер сендер менің көргенімді көрсеңдер дейді, аспанға бастарыңды көтерген уақытта бір орынның бос екендігін көрмейсіңдер, барлығында да періштелер Алла тағалаға сәжде етумен, құлшылық қылумен айналысып жатыр дейді. Періштелерге қатысты тағы бір сипатты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен көптеп кездестіруге болады. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ғұсылы жоқ, яғни ерлі зайыпты қосылғаннан кейін шомылмай, ғұсылсыз, бой дәрет алмастан, толық дәрет алмастан жүрген үйге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: бұл таза жаратылыс, яғни періштелер кірмейді дейді. Одан кейін суреті ілініп тұрған, суреті бар үйге де періштелер кірмейді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Және үйінде ит болған, яғни осындай иті бар үйге періштелер кірмейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен. Өйткені адамға Алла тағала оларды сондай қылып жаратқан, адамға ұнамайтын нәрсе бұл періштелерге ұнамайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөзінде мешітке келген кезде әдеміленіп, әтірленіп, ауыздарыңыздың жағымсыз иісіне өте қатты ықтиятты болыңыздар, қастарыңыздағы бауырларыңызға зияндарыңыз тимесін. Сіздердің жиіркенген нәрселеріңізден періштелер де жиіркенеді деп айтқан екен. Міне сондықтан да біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы бір хадистерінен жалпы адамға не нәрсе ұнамайды, адамның алдында біз кейбір істерді істеген кезде не нәрсе жағымсыз болып есептелетін болса, демек Алла тағаланың ерекше жаратылысы осы періштелерді сол нәрселерден жиіркенеді екен. Міне сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде жалпы періштелердің осындай лас жерлерге кірмейтіндігін біз көптеп байқайды екенбіз. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі тісін жаңағы сарымсақ жегеннен кейін тісін қайта-қайта тазалап, яки болмаса сарымсақ ұсынған кезде мен жемеймін, себебі уахи келеді, періштеге Құран оқып берем деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның соншалықты періштеге қатысты әдептерді қатты сақтағандығын көреміз. Осындай Алла тағаланың ерекше жаратылысын өзімізбен бірге лас жерге алып кірмеуіміз керек екен. Лас жерге алып кіру деген мәселен бұл әжетхананың ішіне кіріп телефонмен сөйлесу. Әжетханаға кіргеннен кейін негізінде әжетхананың аузынан періштелер қалып қояды, бірақ ары қарай сіз кіріп әжетхананың ішінде әңгімені жалғастыратын болсаңыз, немесе телефонды шұқылаумен, сол сияқты нәрселермен айналысатын болсаңыз, онда Алла тағаланың осындай бір керемет жаратылысын лас жерге кіргізуге мәжбүр боласыз. Өйткені неге? Адамның әрбір ісін, әрбір қимылын періштелер мүлт өтпей жазып отырады. Міне сондықтан да біздің ол жаратылысқа құрметсіздігіміз, тіпті бір риуаят айтады, періштелер лағнет айтады, сондай лас жерге кіргізгендігі үшін дейді. Сондықтан да иншалла тазалығымызды сақтап, өзімізден бөлек періштелердің де жазып отырғандығында, олардың да біздердің амалдарымызға куә болып отырғандығына біз іштей иман келтіруіміз. Алла тағала баршаларымызға салихалы амал жасауды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.